платформасында қазақ тілінен сұрақтар беремін. Ол сұрақтардың жауабы 4 түрлі түсте болады. Көк, жасыл, сары, қызыл. Сендерде телефон жоқ болғандықтан, егер көк түс болса, көк түстегі жауап дұрыс болса, көк түсті көрсетесіздер. Егер жасыл түстегі жауап дұрыс болса, жасыл түсті көрсетесіздер. Егер сары түстегі жауап көрсе, сарыны, қызыл түстегі жауап дұрыс болса, қызыл түсті көтереміз. Содан мен сендердің қанша дұрыс жауап бергендерін біле алатын боламын. Мұқият боламыз балалар. Бірінші сұрақ. Зат есімнің сұрақтары. Қызылда, сарыда, көкте, жасылда қандай қайдетті? Өте жақсы. Уақыт бойынша үлгермейді. Есімді тап. Қызылда қала, сарыда бала, көкте алматы, жасылда сурет. Тез көтереміз. Жақсы, керемет. Келесі. Жалпы есімді тап. Қызыл Роза, Астана, Алматы, қала. Бұл жерден де білдік. Дұрыс емес жауап. 2 адам, 3 адам берген жоқ. Дұрыс жауап. Дұрыс емес. Көпше түрдегі зат есім. Бала, балалар, қала, мектеп. 2, 3 үлгердік. Жарайсыңдар. Біледі екенсің. Бұл кетті ма? Әлік септігіндегі зат есім. Кітапқа, кітаппен, кітаптың, кітапта. Жарайсыңдар, керемет. Бір сұрақ дұрыс емес жауап, қалғанның барлығы дұрыс жауап. Қанша септік бар? 6, 7, 5, 8. Өте дұрыс. Бір дұрыс емес жауап, қалғанның барлығы дұрыс. Биші, шы деген жұрнақ бар, жоға деп жалғау ма? Ақиқат. Өте жақсы, тамаша. Марат пен дот пен сөздері қай септікте тұр? Атауда ма, ілікте ма, көмектесте ма, шығыста ма? Өте дұрыс. Барлығы екі дұрыс. Бір дұрыс емес жауап. Енді тыңдап ал. Дұрыс жауап. Дұрыс жарайсың. Келесі. Туынды зат есімді тап. Туынды зат есімді тап. Өте жақсы. Бір дұрыс емес жауап.